Қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге ChatGPT туралы айтатын боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып өтіңіздер. Google-ға ChatGPT деп жазамыз. Ешқандай тіркелудің қажеті жоқ. Сайт ашылғаннан кейін төменгі жағына өзімізге қажетті оқу жоспарын, не болмаса ойын түрін жазамыз, тапсырманы. Өздері жасап сізге ұсынады. Мысалы, мен Қазақстанның табиғат зоналары тақырыбында сұраныс білдірдім. Олар маған сабақтың жоспарын, материалдарын, қандай тапсырма беру керек, барлығын ұсынды. Әрине, біздің жасап жүрген сабақ жоспарымызға сәйкес келмейді, бірақ біз өзіміздің сол қымыжының формасына салып, келтіріп алуға мүмкіндік бар. ChatGPT-ға тіркелудің қажеті жоқ, бірден Google-ға жазып, керек тапсырмаңызды жазып берсеңіз болады. Енді қымыжыдан басқа географиялық ойындарға да сұраныс білдіремін. Географиялық ойындар әлем елдері бойынша деп жазғанда бірнеше ойын түрлерін ұсынды. ChatGPT ойын түрлерін ұсынды. Қарап отырсақ, угадай страну, карта мира, географический бірнеше ойын түрлерін ұсынды. Енді бұның бір ерекшелігі ойындарды қалай ойнататындығы жөнінде анықтама беріп кеткен екен. ChatGPT-ға тапсырмасын алғаннан кейін осылай рахметімді айтып жазып жібердім. ChatGPT приложениесін соткаларыңызға орнатып алып, тапсырманы ала берсеңіздер болады. Достар, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.